Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бұл арнада әркімнің басынан өткен өмірлік хикаялары баяндалады. Сіздерден шығарылымдарды қолдап, видеоға лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге өзімнің басынан өткен оқиғамды баяндайын дедім. Жас кезімде жіберген қателігімнің зардабын тартып келемін. Біреуге ақыл айтып, жол сілтейтін жөнім жоқ. Десе де, тыңдайтын құлақ болса, жіберген қателігім туралы айтқым келеді. Өкініш өте ащы болады екен. Байлық бақытқа апаратын жол емес, деп ақыл айтқан кезде анамды тыңдамаған едім. 20 жасымда сүйген жігітіме тұрмысқа шықтым. Оған деген махаббатым шексіз еді. Бір-бірімізді бір күн көрмесек сағынысып қалатын едік. Бірге болуды, көп балалы болуды, бақытты өмір сүруді, қандай қиыншылық болса да қол ұстасып бірге күресуді армандадық. Бұл арманымызға ешкім тосқауыл болған жоқ. Біз үйленген кезде оның жұмысы, үйі, тұрмысы мені қызықтырған жоқ. Ертең қалай күн көреміз, балаларын қалай асырайды, менің қажеттілігімді өтей алама деген сұрақтар тіпті мені мазаламады. 4-ші курсқа өткен жылы өзімнің келісіміммен ол мені алып қашты. Сөйтсем, құда түсіп сырға салып әкетуге оның жағдайы жоқ екен ғой. Самат екеуміз бір топта оқитынбыз. 2-ші курсқа өткен жылы жақыннан танысып білісіп жаттық. Сол жылдың жаңа жыл кешінде ол маған өзіне ұнайтынымды айтып сөз салды. Мен де іштей ұнататын едім. Бірден келісімімді бердім. Біз бірге киноға, кафеге барған емеспіз. Ауладағы сынық үстелдің үстінде бірге отырсақ, бізден бақытты адам жоқ еді сол кезде. Мен одан ештеңе де дәметпедім, күтпедім де. Тіпті туған күнімде де сыйлық сыйламаған едім. Оған да ренжіген емеспін. Өйткені өзімнің де тұрмыстық жағдайым жетісіп тұрған жоқ. Қалтамызда көк тиынымыз болмаса да қаладағы саябаққа баратын едік. Автобуспен жетіп алып, жаяу қайтатынбыз. Сол бір кез қызықты күндер еді. Қос ғашықтың тілегі қабыл болып, 4-ші курсқа өтетін жылы біз үйлендік. Бірден қалаға келіп пәтер жалдап тұрдық. 2 бөлмелі пәтердің бірінде біз, екіншісінде тағы бір жас отбасы тұратын. Ас үйдегі газға, жуынатын бөлмеге таласып қалатынбыз. Сонда да өз өмірім өзіме өте қызық еді. Бір жылдың қалай аяқталғанын сезбей де қалдық. Диплом алғаннан соң маған да оған да жұмыстың реті болмады. Оның үстіне босанатын күнім де жақын еді. Сөйтіп, қайнатамның шақыртуымен ауылға қайттық. Бәрі ауылға келгеннен соң басталды. Саматтың жұмысы жоқ. Күндіз егіске барады, мал жайғайды, түнделетіп сыныптастарымен көше кезеді. Кейде ащы судан да ұрттап келіп, маған өмір бойы орындалмайтын армандарын айтып, миымды ашытатын болды. Мен күні бойы үйдің шаруасынан шаршап, сілем қататын. Одан қалса түнімен бала оянып жылайды. Оған қарау үшін түнгі ұйқым бөлінетін. Күн сайын Саматтың да ата-енемнің де кемшілігін көре бастадым. Сөздерінен, өздерінен жирене бастадым. Олармен бірге тұрғым, өмір сүргім келмейтін болды. Әрі-сәріден соң ұрыс іздей бастадым. Бірде бар, бірде жоқ өмірге көндіге алмадым. Қабағым түнеріп, бөлмемнен шықпауды әдетке айналдырдым. Мұндай кезде қандай ене үндемей тұрсын. Бөлмеге шауып келіп, зәрін шашатын. Мен де тіліме ие болмай аузыма келгенін оттайтын болдым. Сонда да күйеуім шыдамдылық танытып, маған дауыс көтеріп, балағаттап, жұдырық жұмсаған жоқ. Керісінше бар ашуын тежейтін. Кешкісін жылы сөздерін айтып жұбататын. Жақсы көретіндігін, қиыншылықтың уақытша екендігін айтатын. Бірақ менің көңілім күн сайын суи берді. Бір күні таңертең ерте тұрып, баламды алып төркініме кетіп қалдым. Ата-анама ажырасқым келетінін, одан артық шыдай алмайтындығымды айттым. Күйеуім кері қайтуымды өтініп талай рет келді. Ажырасамын деген райымнан қайтпадым. Әкем бір айдан соң ауылдағы мектепке лаборант етіп орналастырды. Түске дейін жұмысқа барып келемін.
Ұлым бірге толған кезде анама тастап қалаға жұмыс істеуге кеттім. Осындағы туристік фирмаға жұмысқа кірдім. Басында қала өміріне үйрену, жұмысты игеру қиын болды. Бірақ тәжірибелі әріптестердің арқасында тез дағдыланып кеттім. Жұмысқа сіңісіп, бәрін танып алғаннан соң, бірге кешкі асқа, кафеге баратын болдық. Туған күн тойлап, мерекелерді атап өтеміз. Осылай алаңсыз жүргенде әріптесім Медеттен кездесейік деген ұсыныс түсті. Ол да үйленіп ажырасқан. Айтуына қарағанда араларында бала болмағаннан соң екіге айырылған екен. Алғашқыда қарсы болдым. Бірақ күнде үстелімде жайнап тұратын шоқ гүл, қымбат сыйлық, бренд әтір, бриллианттар көзімді көр қылды. Жүрегімді жаулады. Еріксіз көндім. Жүрегімен жақсы көрмесем де, нәпсімен жақсы көрдім. Медетке емес, оның дүниесіне ғашық едім. Ешкімге білдіртпей мешітке некемізді қидық. Үйіңдегілермен таныстыр, менің де ата-анамның алдынан өт, заңды түрде үйленейік, ұлымды да қолыма алайын деген кезде сәл шыдай тұруымды, үлкен бір жобасының бар екендігін айтты. Күн сайын жалдамалы пәтерге баратынбыз. Сөйтіп жүргенде аяғымның ауырлағандығын білдім. Қуанышты жаңалықты жігітке айтқан кезде ол шошып кетіп, алдыртуымды өтінді. 10 жылдан бері бір перзентке зар болып келе жатқан сүйіктімді танымай қалдым. Қайта перзентті боламын деп қуану керек еді ғой. Жылап-зарлап отырып, баланы алдырмауға көндірдім. Қайта ішім білінбей тұрғанда тездетіп үйленейік деп қолқа салдым. Ол да амалының жоқтығынан келісті. Ауылдан ата-анасын шақырды. Менің де ата-анам келіп, өзара келісіп, біздің үйленуімізге рұқсатын берді. Бірақ ұлымды қазірге қолыма алмайтынымызды, босанғаннан соң бірақ әкелетіндігінді айтты. Байлықтың бел ортасында шомылып, бақыттан басым айналып жүре бердім. Ай күнім жетіп, қызым дүниеге келді. Ауылдан ұлымды алдыртып, бір отбасы болып отырдық. Алғашқыда күйеуім 2 балаға да жақсы қарап, әкелік парызын өтеп жүрді. Қызым 1 жасқа келген кезде күйеуім 180 градусқа өзгеріп шыға келді. Бір кездері өліп өшкен, табанының астына алтын тастайым деген жігітімді мүлде танымай қалдым. Ұлымды шеттетіп, дөрекі мінез көрсететін болды. Осы кезде мен шыдамай алдарына араша түстім. Бұл кезде ол мені аямай соққыға жығып, тіптен талдырып тастайтын. Кей күндері қызы да көзіне көрінбей, үшеумізді бірдей далаға қуатын болды. Көз алдымда өзге қыздармен сөйлесіп, кездесуге шақыратын болды. Беті бүлк етпестен ол өзін бойдақпын деп айтатын. Үйге азық-түлік, балалардың қажетті заттарын әкелуді де қойды. Себебін сұрай қалсаң, өзіме тарпа бас салатын. Соңғыры тұрғаннан соң, тірі тұрғанда кетіп қалайын деп, 2 баламды құшақтап төркініме келдім. Содан бері 8 ай өтті. Медет бір ретте келген жоқ. Өткен жолы телефон соғып ажырасатындығын айтты. Алиментке арыз түсірме деп, қызына беретін ақшаны ай сайын карточкама жеткіземін деді. Егер қарсы болсам, қызымды тартып алам деп сес көрсетті. Ол айтқанын орындайтын жігіт. Оның үстіне кез келген заңды белшесінен басуға да, ақшасы да, шамасы да, танысы да жетеді. Амалсыздан айтқанына көніп отырмын. Енді 2 баламен ата-анама масыл болып отырған жайым бар. Анам жасаған қателігімді бетіме басып, Саматтың кезінде мықты болып кеткенін, үйленіп, балалы болғанын, жағдайының жақсарғандығын, ата-анасын алып қалаға көшкендігін, үлкен фирма ашып, ірі кәсіпкер болғандығын айтады. Өз көзіммен көрген жоқпын әрине. Бірақ кезінде кішкентай ғана қиыншылыққа шыдай алмай, бақытты байлықпен өлшегеніме қатты өкінемін. Құрметті тыңдармандар, назарларыңызға рахмет. Каналымды қолдау мақсатында видеоға лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер.